Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Бүгін біздің кезекті сұхбатымыз, ол сұхбат қаңтар кезінде қаза болған азаматқа байланысты. Сол азаматтың жұбайы бізге келіп отыр. Және жағдайдың қалай болғандығын айтып бермек. Енді біз сөз кезегін осы қызымызға берейік. Аты жөнінде айтып, сосын жігіттің атын жөнін. Содан кейін қайда тұрды, тұрағы, сосын туған жылы, сондай мәліметтер беріп, жағдайдың, уақиғаның қалай болғандығын айтып. Мен Кадирова Шапағат Мырзатаевна, күйеуім 5 қаңтар күні қайтыс болды. Бектұрған Әкемжан Арыстанбекұлы, 1984 жылғы. Негізі Шымкенттің баласы, Түлкібас ауылы. Өзіміз осы Алматыда квартирада тұрамыз. Енді күйеуім қай жерде жұмысы бар, соға Шымкентте де тұрдық, Момышұлыда да тұрдық. Енді өзіміз квартирамыз болған екен, ар жаққа көшіп қонып жүрдік. 4 қаңтар күні күйеуім сварщик болып жұмыс жасайды. 4 қаңтар күні күйеуіме жұмыс шықты. Негізі жаңа жылдың алдында шыққан. Иә, Алматыда жаңа жылдың алдында негізі шыққан, бірақ 4-не хабарласып, келе беріңіздер, бастай беріңіздер жұмыстарыңызды деп хабарласты. Сол 4-не дайын машинамен шықты. 5-не 11-лерде шамасында мен өзім хабарластым. Жұмысқа шығып баратыр деп айтты. Ол кезде мен өзім әке-шешемнің үйінде болдым, Самсыда, 3 жылмен. Сосын кейін жаңа 11-лердің шамасында хабарластым, мен қазір жұмысқа кетіп баратырмын деді. Мен жарайды деп, потому что сварщик жұмыс істеген екен, там қол тимейді, телефон естілмейді. Сонымен хабарласқан жоқтым. Кейін уже түнге қарай хабарлассам, телефон алмады. 5-не жаңағы телефон алмады, келесі оны звондасақ, уже недоступен телефоны. Сонымен уже Алматыда қандай не жағдай болып жатқанын естідік қой. Сонымен мына жақта өзім кішкентай балдарым болған екен, өзім шыға алмадым. Уже мына жақта жаңағы қайнелерім, таныс, достары, қайнапкелерім іздей бастадық бәріміз. Сонымен моргқа да бардық, больницаға да бардық, ояқтан таппадық. Кейін енді тірі қалған шығар деп ойладық, енді пендеміз ғой енді. Бір жерде может тығылып отыр ма деп ойладық. Кейбіреулерден естідік, что жаралы болып қалды, бірақ тірі екен деп естідік. Онда бір жерде тығылып отыр ғой деп. Как раз сол 15-не қаңтар күні қайнатпен звондады, мынандай жерде бір кісі естідік, тығылып отыр екен. Сол жаққа барамыз, қазір көреміз, Әкімжан шығып. Оған барған еді, как раз олар кеткен кезінде маған моргтан звондап болды, 11-де. Күйеуіңіз қайтыс болды деп. Сонымен олар қайтып кері қайтты. Сонымен мен айттым, мен барамын дедім моргке. Қайнапкем барды, жездем барды. Құдайдан тілеп отырмын, енді Әкімжан болмаса екен деп. Әкімжан болып шықты ғой енді. Күйеуім. Енді иманды болсын, артынан қайырын берсін. Өзің жинақта, енді әрі қарай жағдайдың қалай болғанын айтып бер. Жұмыста жүрген адам ғой. Иә, жұмыста жүрген адам. Қалай болды? Сонымен уже неден звондады. Берік Кемшев болды бізде следователь. Қазір Дарханға ауыстырды. Тағы да Дархан деген следователь екен. 13 ақпан күні мен Еркін Рахшеваға бардым мен. Осындай жағдай болып жатыр деген. Ол кісі 13-не шақырды, мен митингке шықтым. 13-не. Сол жерде как раз Мамай неді? Жанболат Мамай болды. Сол кісі маған нені берді, сол жерде сөйледім. Күйеуім қалай қайтыс болған. Сразу маған адвокат хабарласты. Қаңтар айының несіне оқиғасына байланысты тегін берілді ғой адвокаттар. Сол қазір сол кісі жұмыс жасап жатыр. Но пока следствие, мен енді пока жәбірленуші болып тұрмын. Әлі де ешқандай статья қойылған жоқ күйеуім.
Бірақ қазір қаншама ата аналар жүрсіз ғой, естіп жатырмын. Что 272 тағы да какой-то статьяларда террорист деген статья, жап-жас балдарға террорист деген статьялар қойылып жатыр. Сол үшін мен осы бастан шырылдап шығып жатырмын. Потому что мен күйеуім ешқандай террорист емес, осы Қазақстанның азаматы, 3 баланың әкесі, қарапайым ақ көңіл. Ауылға барса, бәрін сұраса, қолы алтын. Қаншама адамға не істеген несі, шебер істеген істер көп. Оның бәрі айта алады. Ешкімнен былай даже ақыға да алмайтын. Мен, наоборот, мен сөйледім. Еңбегіңді бағаламайсың десем, шапағат келетін нәрсе Құдайдан келеді. Одан кем болмайсың деп айтатын. Бірақ сол кезде қайнапкен моргке барды, күйеуімді алып кетуге. Мен бара алмаймын, сіз барыңыз деп қайнапкен барды. Сол кезде моргтағы кісі айтты, мынау сіздің тәніңіз ба деді. Иә деді. Иә, мен інім деп неғын еді, екі кісі алып келіп деді күйеуім. Сол жерде дейді, жаңағы бірінші военный кісіні атқан екен. Кейін бұл мен күйеуім военный кісіге көмектесем деп еңкейіп көтеріп жатқан кезінде екінші оқ артқы желкесіне осы сіздің күйеуіңіз ініңізге тиді деп айтты. Кейін ол кейін моргке бардық біз, ол кісіні таппадық. Кейін қайнапкенмен екеуміз тағы да бардық. Сосын ішке кіргізбей қойды. Кейін следовательге айттық та, біз сіздер бардыңыздар ма, ол кісіден сұрадыңыздар ма, осының жағдай дедім. Онда ештеңке жоқ, сіздерде типа не жоқ дейді. Доказательство жоқ қой дейді. Сондай болған дейді. Ол жаңағы жағдайда айтқан сол әлгі мәйітханада да қызметкер ме еді? Иә, қызметкер сол жерде жұмыс аты жөнін білмейсің бе? Ол кезде соны қайнапкем айтады, мен істемей қалып дейді, андай неге барған екен, уже андай не болып қаласың ғой, соны есіңде сұрамаппын дейді. Бірақ түрі білемін деді. Бірақ біз барған кезде сол кісіні таппадық. Енді ондай әңгімені бекерге айтпайды. Иә. Ойдан шығармайды, көргенін айтады. Әрине ол дәлел. Ол тергеушілік дұрыс емес. Тергеуші қай жағдайда да әсіресе адам қазасына байланысты ұсақ түйекке дейін барып зерттеп, көріп, біліп, одан кейін барып қорытындысы. Оны сөйтіп айтқаныңызда ол кісі сөйтіп айтты. Дәлел жоқ деп. Сосын кейін жаңа екі досын неге шақыртты ғой, допросқа жаңа. Сол кезде айтыпты, Акымжанды жоғалып алдық. Жаңа площадьқа бардық біз депті. Сөйтіп атыс басталған кезде біз Акымжанды жоғалып алдық, жан-жаққа қашқан екен. Жаңа оқтан қашқан ғой. Кейін қарасақ резиденцияның алдында екі жігіт алып келе жатыр екен, сол Акымжанға ұқсады. Сөйтіп қасына барсақ Акымжан екен деп не алды ғой. Сонда қазір ол екеуін жіберіп отыр да, сонда олар мен күйеуімді тастап кетті, былай қарасаңыз. Хабарласқан жоқ. Оларды, например, митингте онда болды площадьта. Сонда мен өзім бұл қалай жауапқа не алмай жатыр олар. Енді жаңағы ол кісі следовательге енді оларда болды ғой, может, ондай болмағанша, может, қашқанша, может, оқ атылған кезде мен күйеуім просто тығылу үшін қашқан шығар деп отыр ғой енді. Сөйтсем, сіздерде не жоқ қой дейді. Сосын кейін мен айттым, егер мен күйеуіме статья қоятын болсаңыздар да, маған нақты дәлел беріңіздер видеомен дедім. То, что біреуден сіздер әшейін куәгер болды, бізге мынандай не жаңағы не дана ой, сұрақ қойып алады ғой ма? Тергеу. Жаңа тергеу нелері. Просто сөзбен алынған не, ол жатпайды деді. Сонда бізбен сөзбен айтылған нәрсе, ол доказательство болмаса, ол жатпайды. Жаңа неге, ешқандай неге жатпайды екен да, дедім да жаңа. Ал сіздердікі сразу, если сөзбен не болса, ол доказательство ретінде жатады. Өзі солай болды. Басқалардың айтқаны ол дәлелге жатпайды да, оның айтқаны дәлел болып жүре береді. Ол әрине жанға тампақ келеді.
Оның үстіне енді бұл Әкімжанның жалпы о бастан қандай да бір әрекет жасамаған, жұмыстың бабымен жүрген. иә, Сол жұмыс кезінде осындай жағдайға тап болғаны көрініп тұр. Демек, ол ешқандай да дайындалған бір террорлық я басқа әрекетті жасаған. Ол айқын. иә, Және де әлгі куәлік болып жүру керек. Мен айтқанын қызметкер айтқан, әскери адам болып тегесін, оған көмектесемін деп тұр, өзі оққа ұшырады. Оның барлығы дәлел. Ол ойдан шығармайды. иә, өзім ойлаймын, ол бекерден бекер шықпаған нәрсе. Ол кісіні таппады олар, моргқа барған жоқ та ол кісі. Бәлкім оны білгеннен кейін оған тыйым салып тастады. Ондай деп. Кейін қайнатым айтты, мен түрін анық білемін деді. Например, сол кісіні алып келсе, қайнатымнан көрсе айтатын еді, осы кісі деп. Онда ешқандай адамды бізге алып келген жоқ олар. Сосын кейін киімдерін сараптамаға жіберді, жаңағы бронежилет киді ма, киген жоқ па, біреудің қаны бар ма, жоқ па, соның бәрін зерттейді. Енді жаңа біз военный деп айттық қой, енді соның қанын тексерейін деді ма, білмеймін. Киімдерін жаңа неге экспертизаға жіберді, ешқандай не жоқ, таза депті киімде. Жаңа біреудің қаны, жаңа бронежилеттің ешқандай не жоқ деп, таза деп. Иә, ізі жоқ. Енді тағы бір куәгер бар екен, ол тоже қаңтар оқиғасымен байланысты, бірақ басқа немен отыр екен, бірағанда ол. Енді сол кісі, енді сіздің күйеуіңізді көріпті дейді, сол қазір показания берді, соны зерттеуге жібердік дейді. Детектор лжи деген айтқан жоқ оны. Оны қазір айта алмаймыз, кейін уже не бәрі жаңағы жабылғаннан кейін істеп таныса аласыздар дейді. Құдай адамдар келіп өздерінің куәліктерінде, соның ішінде тірі қалғандарды әртүрлі жағдаймен ұстап, қамап, сосын өкінішке орай азаптап мойындатып жатқан жағдай өте көп. Ол өздерін терроршы қылып мойындату мақсатында жасайды. Заңсыз әрекет. Соны біз қазір зерттеп жатырмыз. Оны құдай қаласа көрсетеміз. Іске қосамыз. Биліктің тарапынан заңнама қарсы және жасу керек. Бұл жерде де әкім жаңа қатысты, жаңа болған жағдайды басқаша көрсету әрекетін айтады. Иә, сонда созылып жатыр, ештеңе таба алмай жатыр бұлар. Енді қандай зацепті тапсақ болады еді. Алдында біз 1 июнь күні неге шыққанбыз парламент, прокуратураның алдына. Митинг емес, енді үндеу жасап, жаңа кіргізіңіздер, бізді қабылдаңыздар деп шыққанбыз. Сол кезде біз кірдік, бәрімізді кіргізді. Сол кезде ең үлкен басшы шықты, аты есімде қалмады, бойы кішілеу деген. Сол мені прокуратураның бастығы замына, соны мен айттым, жаңағы не үшін созылып жатыр дедім. Күйеуім арты резиденцияның ішінде болған списокте күйеуім жоқ дедім, спискте дедім. Жаңағы бірақ оқ тиген дедім, ол оқ насквозь кеткен дедім, оғы жоқ дедім. Қандай оқ? Оны сіздер бәрі таппайсыздар, не үшін созып жатырсыздар дедім. Киім бәрін экспертизаға жіберген, бәрі таза болып шықты дедім. Енді жаңағы бір экспертиза ғана, жаңағы бір бала не берді, жаңағы мен күйеуімді көріпті дедім да, соны детектор лжиға жіберді дедім. Сол әлі бір айдан асып кетті дедім, әлі созылып жатыр дедім. Сонымен неге созып жатсыздар деген едім, ол 1 жылға дейін, 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Сонда 1 жыл, 2 жыл біз сонда күту керекпіз ба дедім. Сіздер халқына ұмытсын деп ойлап отырсыздар ма, халық оны ұмытпайды дедім. Наоборот, сіздер бізді ашындырып жатсыздар күннен сайын дедім енді. Одан да ертерек жаңағы деланы. Ол өте дұрыс, олай деп айтуым өте дұрыс. Менің шындығымда да солай.
және бір мәселе бар. Егер бұларда нақты дәлелдер болса, олар соншалықты созбайды тергеу. Ал дәлел болмағаннан кейін дәлелді қолдан жасауға тырысады. Жоқ нәрсені бар қылып, барды жоқ қылып. Иә, сондай жасайды. Сондайлар бар. Сондықтан дұрыс бұл жерде олардың жетегінде кетпей, олардың айтқанына көнбей, солай өз пікірі болған дұрыс. Әсіресе қаза болған адамдар бұл үшін енді олар ештеңе істемейді. Иә, ештеңе істемейді. Сондықтан олардың туыстары өте принципті келу керек бұл істе. Сондықтан сенің позицияң өте дұрыс. Сондай көзқарасың да, пікірің де дұрыс. Соны ұстану керек, әрине. Кейін мен сұрақ қойдым ғой, мен айттым, жарайды дедім, біздің енді күйеулеріміз үлкен кісілер мақұл, неге шықты дедім, шығыпты дедім, жарайды дедім енді. Ал мақұл, Айсұлтан, Айкөркем, мына кішкентай балдар не жазығы бар дедім. Олар не, террорист пе дедім. Қалай атуын, қалай атуға қолдары бар дедім. Біз емес, сіздер террористтер. Террорист дедім енді, сондай кішкентай балдар атқан. Сөздің маңай болса, өзіңіздің неңізге жауап беріңіз деді. Сіздің өзіңіздің неңізге жауап беріңіз. Сондай не нәрсеге жауап беріңіз? Өзіңіз күйеуіңізге жауап беріңіз, олар не аласыз дегенде алды ғой. Видите, жауап бере алмайды, жауап бере алмады ол кісі. Олардың несі ол да жалпы. Өйткені сен тек қана мына күйеуіңнің жұбайы емессің, оны жоқтап. Оның үстіне сен Қазақстанның азаматысың. Әр азамат Қазақстанның ол заң бойынша өзінің көзқарасы пікірі болуға құқылы. Пікірін айтуға, оларға ешқандай тыйым салуға болмайды. Ондай әрекеттер ол заңсыз қажет. Ал енді негізінен осы ғой. Қазір енді созылып жатыр. Өкініштісі сол қанша минут 4 айдан асты, содан бері. 6 ай болды. Мынау енді уақиға болғаннан кейін есептеген кезде ақпан, сәуір, наурыз, сәуір, мамыр 4 айдан асты. 4 ай өтті ғой. Енді міне 5-ші айда тұрмыз. Сондықтан ол өте ұзақ уақыт. Керемет кәдімгі бір шұғылған, қанша тексерген, тергеу жұмысы жүргеннің өзінде онша уақытқа созылмайды. Әсіресе Әкімжанның жағдайы ол негізінен айқын жағдай. Оның созатын жағдай болмау керек. Соның өзінен енді олардың сондай болымсыз әрекеттері көрінді. Енді олар 20 мың террорист деп айтты ғой. Басында айтты ғой, Алматының өзінде 20 мың террорист деп шықты ғой. Кейін осы жақында Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты ғой. Ол дұрыс не бермеді, бүкіл Қазақстан бойынша депті. Жалтар болды. Сосын кейін террористер, кейін айтты ғой, террористер сақалдарын алып, өзі бұл жерде отырып, жаңа президентіміз айтты, сақалдарын алып, границадан өтіп кетті. Оны қайдан біледі? Мен айттым, сонда біздің соншалықты, или проходной двор біздің Қазақстанында деді, или бізді халықты соншалықты ақымақ көреді онда деді. Бұл енді өзі анық айтқан әңгімесі біздің Қазақстан халқы емес, бұл әлем естіді. 20 мың терроршы орталық Азияның бір қаласынан ұшып келіп, Қазақстанға ойран салып, мемлекеттік төңкеріс жасау мақсатымен, содан кейін қайтадан ұшып кетті. Иә, сөйтіп айтты. Ұшып кетті. Сақалдарын алып. Өз аузымен айтты. Ол сақалды мысалға кейін айтты. Ол бастапқыда ол айтпайды. Ол 20 террорист қаяқта тығылып отырды деп, пятизвездочный отельде. Білмеймін. Ол Тоқаевтың әңгімелерінің барлығы да сол өзін ақтап алудың әңгімесі. Ол өзінің айтқан өтірігін қалай жабуды білмей, қалай жасыруды білмей, соны олай да, бұлай да бұрмалап тоңылдайды. Алдында тек Алматыда ғана осының бәрін жасаған 20 мың террорist деген, енді бүкіл Қазақстанға енді ол барлығы жалпы әрине қазір Тоқаев өз басқарып отқан Қазақстанда оны тексеретін сот жоқ. Түсінікті. Оны тексеретін тергеуші жоқ, ол да түсінікті. Сондықтан ол келешектің мәселесі. Тоқаевтың ісі міндетті түрде келешекте халықаралық деңгейде қаралатын болады. Ол өз жауап беруге мәжбүр болады. Әр айтқан сөзіне. Ол енді екінші мәселе. Ал оған дейін әрине біздің міндетіміз
сол Тоқаевтың кінәсінен ол 20 мың төгілішті өтірік айтып, сосын бұйрық беріп, ескертусіз көздеп ату жөн. Соның салдарынан қаншама азаматтар мінекей қаза болды. Барлығында сұрауы бар. Олар оның ішінде өзің дұрыс айтып отырсың. Кішкентай нәрестелерге, бір жас балақайларға, ата-ана бар, отбасымен қиылып қалған жағдай. Олардың қаншамасы болды. Бәрі бейкүнә. Оған бәріне кінәлі осы біздің билік. Ол билікті басқарып отырған Тоқаев жаңағыдай болып жүрсе керек. Енді оны әрине біз бұлай қалдырмаймыз. Әрқайсысы өзінің уақытында өз жауабын алады. Кім болса да одан жалтарады. Құдай қаласа оның уақыты келеді. Просто мен ойладым, ол кісілер не то, что еще заң бойынша ешқандай жағдайды дәлелдеу үшін адамды қинамайды. Куәлерді сосын нақты дәлелдерге сүйен. Солар болса, кінәлі қылып шығарады. Кінәлі екенін тырысып, кінәсіз адамдарды кінәлауға жұмыс. Жақсы, енді бұл мәселе барлығы да алда кеңінен айтылатын болады. Сөз жоқ. Енді әзірше осындай жағдайда тұрмыз. Әзір жалғасып жатыр. Айтып отырмыз, 5-ші айға кетті. Бәрібір түптің түбінде оның аяғы. Ол мүмкін емес ол. Аяқсыз жалғасып. Қанша жасырам дегенде ол әйгілі болады. Рахмет, мынау жаңа азаматқа байланысты берген куәлік үшін. Оның барлығы да өз орнында іске қосылады, және өзінің нәтижесін береді. Біз сондай нәрсе. Ана халықаралық комиссия бар ғой, солардың ескерген кезде рұқсат бермей қойды ғой. Ол қайталап айтты. Біз өзіміз күшімізбенен бәрін. Мен өзім ойлаймын, өздерінің аттары таза болмаған екен, 100%. Сол үшін олар әрине, ары таза адам, қолы таза адам. Ол неге ол халықаралық комиссиядан, тәуелсіз комиссиядан келсін. Бұлар жасыратыны көп. Егер шынымен өздері кінәсіз деп есептесе, онда кіргізсін. Халықаралық комиссия біздің де табарымыз. зерттеуін жасасын. Иә. Рахмет. Енді қаза болды. Орын тұрмыс қайғы әрине. Сенғаны емес. Набасы солар конкурстарға барлығына да біз көңіл айтамыз. Енді осындай жағдайда бетімізде қайталанбау үшін күресеміз. Рахмет. Енді қадірлі достар, өздеріңіз білесіздер. Біздің қаңтар-қырғын зерттеу орталығы осындай жұмыстарын жалғастырып жатыр. Алда уақытта тағы да бізге келетін азаматтар болса жалғастырамыз, куәліктер аламыз, олардың барлығын түгендейміз. Сосын жеріне жеткіземіз. Сонымен қатар осы қаңтар-қырғын зерттеу орталығының азаматтары, өздеріңіз онда білесіздер, қазір Алға Қазақстан оппозициялық партия құру қамында жүрміз. Сол үшін күресіп жатырмыз. Онда енді сіздер шет-шағылап білетін шығарсыздар. Әділет министрлігі оған кедергілер қойып жатыр, заңсыздықтар арқылы. Сол үшін біз енді оларды сотқа бердік. Ол да үлкен жұмыс. Осының барлығы жалғасады. Ал енді бұндай жұмыстарды атқару, ол әрине түрлі қаражат шығынын қажет етеді. Жүріс-тұрыс бар, аппаратура алу, олар түсіру, сосын адамдармен жұмыс істеу, өздеріңізге сол куәлер тарту, тағы басқа осының барлығына бізге қаражат керек. Сондықтан естеріңізге сала кетейін, біздің сол
қаражат жинайтын есепшотымыз Каспий Голд нөмірі 4400 4301 1161 9588. Иіні 870 718 301 011. Бұл есепшот Каспий Голдтың мына телефонға байланған 8775 032 87 49. Еркін Н дейтін азаматтың атында. Осыған байланысты еліміздің азаматтары осы жағдайды ескеріп, түсіністікпен қабылдап, біздерге қолдан келген көмектерін беріп жатса, біз тек қана Алла разы болсын дейміз. Бәріміз де бірге осы шаруаларды аяғына дейін алып барып, содан нәтиже шығаруға жұмыс істейік. Алла тағала соған бұйырғай. Алға Қазақстан.